Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Фариза. Бүгін сіздерге өте әдемі, дәмді болып шығатын оригинал пиццаның рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін қараңыз. Ең алдымен пиццаның қамырын дайындап аламыз. Осылай жылы суға тұзымызды, қантымызды салып араластырып аламыз. Сосын ашқында салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын 500 грамм ұнға осылай суымызды құйып, жақсылап араластырып, қамыр илейтін боламыз. Толық ингредиенттерді описание бөлімінде жазып қалдырамын. Осылай араластырып, үстінен 3 ас қасық сұйық майымызды құйып, жақсылап қасықпен, сосын қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Міне қамырымызды дайын болып қалды. Дайын болған қамырымызды осылай ыдысымызға салып, үстіні пищевой пленкамен жауып, жылы жерге үстіні орап, 1-1,5 сағатқа ашытуға қойып қоямыз. Енді пиццаның үстіне жағатын соусты дайындайтын боламыз. Оған 2 помидор керек, және осы қайнап тұрған суды помидордың үстіне қойып 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минуттан кейін осылай алып, помидорлардың қабықтарын ашып, блендермен майдалап аламыз. Помидорларды ашып, осылай турап, блендермен майдалап алатын боламыз. Енді табаққа кішкене май құйып, үстінен 2 чеснокты майдалап турап, осылай 1-2 қуырып аламыз. Сосын үстінен блендерден шығарған помидорымызды құйып, осылай кішкене қою болғанша араластырып, қайнатып алатын боламыз. Міне қамыры да ашып дайын болды. Дайын болған қамырымызды осылай бөліктерге бөлеміз. Тура осы рецептпен менде орташа үлкендікте 3 пицца шықты. Қамырды осылай листке қолымызды майлап жайып шығатын боламыз. Егер өзіңіз қаласаңыз, оқтаумен жайып шықсаңыз да болады. Мен осылай қолымды майлап, листке осылай қолыммен жайып шықтым. Қамырды өте жұқалау етіп жайғандарыңыз дұрыс. Сол кезде қамыр тез пісетін болады. Енді үстіне жаңа дайындаған, помидордан дайындаған соусымызды 2-3 ас қасықтан салып, бір келгетіп жағып шығамыз. Міне соусты да бір келгетіп жағып шықтық. Енді үстіне алдын ала теркадан шығарылған сырды осылай жайып шығамыз. Менде моцарелла сыры. Сосын үстіне шұжықтарымызды осылай теріп шығатын боламыз. Сосын сырды да, шұжықты да ең сапалысын таңдағандарыңыз дұрыс. Осы уақыт аралығында 180 градуста пешіміз қызып тұру керек. Пеште 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Және де өздеріңіздің пешіңіздің қызуына да қарайсыздар. Міне пиццамыз да пісіп дайын болды. Өте керемет болып шықты. Менің отбасыма қатты ұнады. Егер менің видео рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырыңыз. Қош сау болыңыздар.